Қазір 21 ғасыр, жалпы интернеттің дамыған заманы. Бұл жерде қалай жұмыс жасаған келеді, қандай жұмыс жасаған келеді, оны өзің білесің. Вообще біздің компанияда жұмыс жасау жас талғамайды. Негізі барлығы сетевой бизнестен қашады. Ойбай, ақша салып тұру керек, вложение салып тұру керек, пирамида, өтірік, ұхойт деген. Оны түсінем. Адамдар солай ойбай табыс табамыз деп, мысалға көп ұрынып қалған адамдар болады, түсінем. Бірақ вообще сетевой деген самый актуальный бизнес, потому что сен самое главное жұмыс жасағым келеді деген ниетің болса, одан кейін сен компанияның дайын продукциясымен, дайын маркетинг планымен жұмыс жасайсың, все. Біздің командаға мысалға сен келесің, все, келесің, өзің активацияңды жасайсың, 25 мың теңге, оны сен компанияға құйып қоймайсың, оған сен компанияға келіп, компанияның продукциясымен жұмыс жасайтын болған кейін, естественно, сен оны өзіңе бірінші алып тұтыну керексің. 25 мың теңгеге примерно мынандай өнімдер сатып аласың. Өзің аласың, тұтынушы боласың, результатын көресің, сосын барып командамен жұмыс жасайсың. Ол жерде бәрі пошаговый обучение бар бізде. Так, тіркелгеннен кейін мен не істеймін енді, неден бастарым білмей отырмын дейтін, бас қатыратын сұрақ жоқ. Түсінесіздер ма? Прям біздің обучение, методика күшті. Мынандай продукцияны алып, мынаны қарызға берем, аласың ба деген ноль, жоқ ондай. Менің күшті бизнес бар, кел, ондай жоқ. Компания мұқтаж емес. Мен сіздерді менімен бірге жұмыс жасауға шақырам. Менімен бірге, өйткені сіздерге үйрететін мен. Просто мына продукциялармен жұмыс жасап үйренеміз. Именно осы интернет арқылы телефон қолыңызда, смартфон болса болды. Самое главное, еще желаниеңіз болса болды. Сіздің жасыңызды таңдамайды. Үлкенсіз ба, кішісіз ба, пенсионерсіз ба, высшее образованиеңіз бар ма, жоқ па, базарда сауда жасаңыз ба, байсыз ба, кедейсіз ба, вообще оны ішіне салған. Самое главное, мен келіп, осы жерде миллиондаған ақша табыс тапқым келеді. Просто мені үйретші десеңіз, мен үйретем. Бұл бір вопрос. Екінші вопрос, ер адамдар бұл бизнеске көбіне шыдамайды. Ер адамдар, егерде шыдасаңыздар, сіздерге қызықты болса, пожалуйста, обращайтесь. А так, не үйретесің, ал көрейікті, онда любопытствомен маған менің уақытымды алмаңыздар. Действительно, мен үйренгім келеді, 5-10 теңге болса тапқым келеді десеңіз, пожалуйста. Мен үйде отырмын, күнде осыны футболкамды киіп аламын да, осылай экранда отырып, сөйлесіп отырып ақша табамын. Қыздар, келіншектер, апайлар, ханымдар, пенсияда болсаңыз да, үйде болсаңыз да, декретте болсаңыз да, высшее образование жоқ болса да, обращайтесь. Толығымен үйретем, өзім командама шақырамын.